Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге қыстық салат лечоның рецептісін ұсынамын. Бізге қажетті заттар: болгарский помидор, огурцы, чеснок, сәбіз және укроп пен кинза қажет болады. Бірінші қазанға майымызды құйып, жақсылап қыздырамыз. Майымыз әбден қызғанда, майға бір ас қасық уксус құясыздар. Уксусты құйып болған соң, сәбізімізді салып, қуыра береміз. Мен сәбізді теркадан өткіздім. Енді болгарскийіміз саламыз үстінен. Содан соң барлығын жақсылап араластырып қуырамыз. Чесногымызды саламыз. Ендігі кезекте помидорымызды саламыз. Қазанның астын жиі қозғап тұрыңыздар, жабысып қалмас үшін. Помидорды салып бір араластырып болған соң 200 грамм қант қосасыздар. Қара бурыш және 300 грамм тұз қосасыздар. Келесі кезекте огурцымызды қосамыз. Укроп пен кинзамызды қосамыз. Сосын барлығын жақсылап араластырып, 35-40 минут отта қайнатасыздар. Салатымыз дайын. Дайын болған салатты банкамызды булап құя берсеңіздер болады. Мен салатты банкаға құйып жауып болдым. Каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар.